Қасым Батыр сағатқан таңқайырлы жазған. Бұлардың қолын өлсем бәрі де бір, мені ақиқат жолында жағаласып өлген азамат деп ешкім айтпас. Қамақ үйдің есігіне салынған жуан сары құлып күнде үшінші шылдырлап күзетші кіріп келді, соңынан түрме бастығы да қоса берді. Бұл екі қолын артына ұстап жалпақ белбеуге таққан жан құралының бауын салақтатып, сымның балағын саптамасына салып, шықырлата басып, камераның ішін арды-берді айланып аз жүрді де, арқасын тамға сүйеп отырған Қасымның алдына келді. Бас аяғына барлай қарап, арбап аз тұрды да: "Сен енді айтсаң да, айтпасаң да мәні қалған жоқ. Саған үкім шығарылды. Сені адам өлтіріп, пошта талаған, қанды қол деп жаза кестік. Қылмысыңның қаншалықты ауыр екенін білетін шығарсың." Қасым үндеген жоқ. "Өзіңше тағы бір зымияндықпен айтып тұрған шығарсың. Не қылса да мені қорқады дейтін болу керек", деп ойлады ол. Егер осы бетімен шындық жолында табандап тұрып алса, ерте ме кеш пе көзінің жоғалатындығына өзінің де көз жетеді. Өйткені ол түрмеге келгелі көптеген адамдар із-тоссыз жоғалды, ылғи түнде әкетіп жасырын өлтіртетінін байқап та қалған. Жағаласып көрейін деп те түйді. Ол босқа өлгенше жастығымды ала жатайын. Бірде түрмені бұзып жарып қашпақшы болса, бірде күзетшіден мылтықты тартып алып, тергеушіні де өзін де жоғалтпақшы болады. Ойласа бәрі де тиімсіз. Нар тәуекел өтірікті шындай соғу керек. Құдай алдына барғанда оның орнын тағы да көріп алмаймыз ба? Айтуға болады ғой, мені сұрақшылар бастағанда егестіріп алды. Ақырындап сұраса жасырмас едім. "Темекі тарт", деді сақшы бастығы жасаулы папиросын ұсынып. Қасымның лебізінен ол жоғын тапқандай үміттене қалды. "Жоқ, темекі тартпаймын. Егер тергеушілер сені ренжіткен болса, түстен кейін екеуміз айырым әңгімелесейік. Шындықты айтсаң болғаны, қазір осы мәселе туралы біздің де басымыз қатуда. Қайта шын сырды толық айтып, бізге жеңілдік көрсетсең, саған ауыр жаза қолданбауға кепілдік болайын." Білем, деді Қасым. "Мен қасарысып өлгенше ақталып өлейін. Тығып тастаған мылтықты сіздерге тауып берейін. Үлкен басыңызды кішірейтіп келіп қалған екенсіз. Сырымды сізге ғана айтайын, бет-беделіңізге шіркеу келтірмейін. Басқаны енді менің алдыма жуытпаңыз. Олар егестіріп алды. Ақырғы бір талабым қазірден күтімімді жақсылаңыз." Жарайды, деді бастық. "Айтқаныңды орындатайын. Түскі тамақтан бастап қарның тояды. Сен де талабымнан шығып қылмысымды толық тапсыр." Түстен кейінгі тергеу майданы Қасымға бұл жолы суық орай білдірген ешкім жоқ. Қасында хатшы бар, сақшы бастығы өзі тергеді. "Қасым, саған да оңай болған жоқ. Көп қамалып қалдың. Сені көп қинамасақ деген едік, алайда адам өлтіру оқиғасы саған өте қатысты. Енді сөз бидаға салынбай айта салсаң", деді ол Қасымның алдына бір стакан шай құйып жатып. "Ұзақ уақыт қорқып айтпай келген едім. Беделіңіз үшін айтайын, поштальонды мен өлтірдім." "Не үшін өлтірдің?" "Мылтыққа қызығып, жасымнан мылтық ұстап аң атып өскен адаммын. Жалғыз жаман мылтығымды үкімет тапсырып алған соң құралақан қалдым. Поштальонның мылтығына аңсарым ауып жүруші еді. Ақыры адам өлтіруге ұрындым." "Жалғыз өлтірдің бе?" "Иә. Егер екеу бірлесіп істесең, әшкереленіп қалады." "Қалай өлтірдің?" "Оның тоғайлы сайды терең қабағын өрлеп келе жатқанын аңдып тұрып, тұсымнан өте бергенде бұтаның арасынан басыма чапан бүркеп жалмаңдап атып тұрғанымда, астындағы тарпаң семзат сағымша жарық бергенде абайсыз отырған адам аттан ұшып кетті. Ес ақылын жиғызбай жалма-жан тарпа бас салдым да ұзын мылтықтың дүмімен ұрып өлтірдім." "Мылтық қайда?" "Жайлауға апарып тастағам." "Жарайды, мойындау қатына қолыңды қой." Қасым қағазға бармағын басты. Тергеу тоқтасын. "Сен мылтықты тауып бере аласың ба?" "Берейін." Екі әскер Қасымды айдап шығып кетті. Бір жұмадан бері тергеу болған жоқ. Қинау тоқтап, Қасым ес ақылын жинап, недәуір тыңайып қалды. Солайда қыбыр еткен қимылын бағып, малша қамап тастады. Bir күні екі әскер аяқ астынан Қасымды айдап шықты. Алғашында жаза майданына апарама деп ойлаған еді, олай болған жоқ. Тура бастықтың алдына апарды. Бастық есік алдында сілейіп тұрған Қасымға: "Қасыңа бір мен әскер қосып беремін. Сен бастап тыққан мылтығыңды тауып бересің. Онан соң өлтірген адамыңның сүйегін көрсетесің. Егер жолда шатақ шығарып қашсаң, атып тастайды. Бәлжанға осы бұйрықты беріп қатаң тапсырдық. Енді бөгелмей жолға шығыңдар", деді. "Болады, бірақ мылтық өте қиын жерде. Сандының тұсындағы тауға тыққан едім. Оған барып келгенше кемінде бірнеше күн уақыт кетеді." "Мейлі, бірнеше күн болса болсын, міндетті орындап оралсаңдар болғаны." "Жарайды, ал аттаныңдар.
Dalada at kölük dayım bolup, 5 asker Kasım'ды bir atqa mingizip jolga çıktı. Asman surlanıp, ızgırık jel qarsallarından azınap tur, asqar taularının alıp bası sur bulutlarga oranıp, tunjurap жатыр. Әттең, сонау шыңдарға таман бір ілінсем ау, деп ойлады Қасым. Анау бұлттың астындағы қарлы тауда, деді ол, аттың басын іркіп. Буалдыр бұлтқа оранған көк тау ұзақтан көрінді. Әй, я, деді Бәнжан түтігіп. Оған қашан жетеміз? Сен қайтып барғансың? Мен аңшымын ғой. Осы тауларды 5 саусағымдай білемін. Маған ұзақ жол емес. Анау тұрған биік жалдарға ат көрік шыға алмайды. Жаяудан тынышы жоқ. Қасымның қандай мақсатпен шыққанына бұлар іштей қатты күмәнді еді. Оған мінгізгені ең чабан көк шұбар ат болатын. Әскерлер мылтықтарының таңдайына оқ басып, тек шақпақты ғана қайырып, алда-жалда Қасым тұра қашса атып тастамақ. Бірақ 5 бірдей құралды шерік көзірлеулі бір тұтқынға шамамыз қалайда қаптал жетеді деп ойлай ма? Бейғамсып та қояды. Жол бойы олар бір-бірімен көп сөйлеспейді. Сыр алдырмағанына қарағанда араларында бірен-саран орыс па, жоқ әлде басқа ұлт па, түбі чүйкі біреулер де бар секілді. Әскерлер қанша машықтанды дегенмен қалада өскен емес пе? Ат мінуге олақ. 2 күнгі жолға шыдамай белдері ауырып, өне бойы салдырап, былқылдап қалды. Кейбіреу аяғын үзеңгіден шығарып салақтатып келеді. Ат құлағымен ойнап өскен Қасым барған сайын желігіп тебініп отырды. Тез жүрмесек бұл арада аю бар. Адамға чабады. Қасқырлар тіпті қиын. Түнде жүрген адамды құтқармайды. Бүгін қалайда елге жетіп қонуымыз керек деп дөректетіп үрей салды. Мұны естігенде серіктердің үрейі ұшып, Қасымның алдын орап, алқам-салқам болып, дүңкілдете желіп ала жөнелді. Бәлем, титықтарың әбден құри бастаған ау, батырларым деп тістеніп қояды іштей. Қасым шаршағаны сол, көңілі желде есіп, қиялы шарқ ұрды. Баяғы ұсталғаннан міне енді қыс басы болғанда қаңсыған қамақтан шығып отыр, келіншегін алған жайлау жүрді. Бәрі де көкірегіне оттай ыстық басылады. Іштегі сағыныш жалдан баса алмай, ауылдағыларды көз алдынан шұбыртып көңілімен болса да, бәрімен қауышып келеді. Осынау тымтырыш жатқан бейбіт дала құшағына аңсары ауып, мешкей көңілімен құшырлана аймалап, әлсін-әлі тебініп, басқаның бәрін ұмытып кетті. Тоқта, деді өктемін, оның қатты қиялын бөліп жіберді. Артына қараса Бәнжан ентелеп келеді екен. Ал қалғандары мұрындарынан су ағып, ат тізгініне ие бола алмай, қуаты кетіп, жақ жүндері үрпиісіп кетіпті. Бізден ұзап кетпе, қатарда жүр, деді Бәнжан оған зекіп. Бәнжан күзеулі жерге таядық. Мылтық мынау алдағы терең сайды өрлесек, анау мұнартып жатқан биік шоқыда, деді. Бәнжан шоқыға қарады да жүрегі шіміркенді. Бірақ сыр берген жоқ. Қабағын түйіп, деді. Күндегідей емес, аттар да бұрылып қалған екен. Қамшыламаса желмейді. Қаратер болып екі бүйірі соғады, оқырда тұрып, шау болып қалған аттардың болдырғанына қараған жоқ. Сабалап талай сай саланы басып өтті. Бесін ауғанда Қасымның межелі жердің тұсына жетті. Келдік, деді ол. Сайдың ішінде күн батпай алып. Келдік, деді ол. Осы сайдың ішінде, деді. Күн батпай алып қайтамыз. Күн батпай, деді Бәнжан Қасымға алая қарап. Не деген қиын жерде? Біз шыққалы неше күн болды? Әне-міне әлі келесің. Не мақсатың бар өзі? Мен адам өлтірген қанды қолмын. Сондықтан із дерегімді тіпті де қиынға жасыруым керек. Ұзын сай өрлеген сайын қысаңдап, жол сорабы жоғалып, әскерлер қиябеттен қорқып аттары жетелеп алды. Тіпті шарасыз қалған Бәнжан аттарды сай тағанына байлап кетейік. Сөз жоқ, Дубаның бұйрығын орындап, мылтықты 6 қабат аспанның ар жағына тықса да алып қайтуға ант ішеміз, деді. Құп, сөзсіз орындаймыз, деп қалғандар шу ете түсті. Өздерінше күш-қуаттарын жинап, Қасымға байқа дегендей қыр көрсетті. Қасым оларды іштей бір сыбап алды да атын қаңтарып тастап бетке қарай өрмелей жөнелді. Қысы жазы мұз құрсанып жататын алдамшы шоқы оның найзадай ұштары бұлтқа соғылып жатыр. Жалама жартастардың шорбасынан тау ешкілер етекте қоңылдай қыбырлап келе жатқан құбыжықтарға үдірейе қарайды. Үлкен теріскейдің басында құзғын құңқылдап қарға қарқылдайды. Қасқырдың ұлыған дауысы анда-санда еміс-еміс естіледі.
Ен даладағы сүркөйлі сұмдық толассыз қабындап өзекті қалтыратады. Сырттай айбарлағаны болмаса, көмескіде әскерлердің жан дүниесін үрей билеп сапырылысып келеді. Bir кезде қара терге малшынып, қиябетте тырмысып келе жатқан әскерлердің көздері алақандай болып кетті. Жалма-жан құралдарын жұлып-жұлып алып, шақпағын қайырды. Немене бұл деп ақырды Бәлжан Қасымға тікісіне қарап. Арқан бойы алда бара жатқан Қасым тынысы кең еді. Қайрылып қараса, әскерлер ентігіп, өзіне мылтықтарын кезеп тұр екен. Әй қорықпаңдар, мынау жалама жартастан құлаған қорымның даусы деді. Сөйткенше тағы да жоғарыдағы ұшпадан гүлдірлеп қорым аспан асты зелзала қылды. О, мынау өте қорқынышты әрі қауіпті жер екен, деді Бәлжан қасындағыларға. Ол алғашында мұны Қасыммен байланысы бар топты бандының сайлаған қастығы деп қалған. Дегенмен ол күмәннен әлі де адагөде арыла қойған жоқ. Жан-жақты ішкі дайындығын күшейте түсті. Тәуешкілердің тұяғынан құлаған тастар бірін-бірі соғып, содан қорым пайда болады. Мына ең тауда дала тағылары өріп жүреді. Қасқыр, қаулан сияқты жыртқыштар да көп. Олар өзінен әлсіз аңдарды жеп тоқтатпайды. Ал қапелімде адамға да шабады. Солай ма? Шатақ екен, мылтықтан шошымай ма? Шошыған адам тап берген аюды атпақ түгіл, есі ақылы шығып, өзі қаша жөнеледі. Ендеше қолындағы көзірді алып қойайық. Алда-жалда жыртқыштар ұмтылса, бірлікте төтеп берейік, деді. Қасым басын изеді. Анау не, деді бір әскери биік сеңгірдің басында елбейіп тұрған аңдарды көрсетіп. Тәуешкі, мылтықта дәл сол жерде. Құзардың ең шаруасына тыққан екенсің, өте қатерлі көрінеді. Кешке қаламыз ба қалай? Мен анау төменгі сар ойдан неше келіп, неше кететін жер бұл. Бағанадан сендерге қарайламасам әлдеқашан барып алар едім. Бұдан тайынсам аңшы боламын ба? Тез жүріңдер. Ен таудың ішінен дағылардың бақырып шақырғаны, салдыр-күлдір құлаған тастардың дауысы әлсін-әлсіз естіледі. Әлгіндегідей емес, әскерлер жүрегін тоқтатып қалды, десе де өрге тұрмысқан сайын алқынып, екі аттап бір тоқтап, қайта-қайта жалдың басына көз жібереді. Қасым бұлардың аялына бағып, түк білмегенсіп келе жатты. Ентіккен жоқ, кең дала таза ауаға шыққан соң арқасы қызып саңлақтанып алды. Әскерлердің тұмсығы мұздап, қол аяқтарынан күш кете бастады. Әлсін-әлі шатқаяқтап тайып жығылады. Олардың алдарында кейде кереге тастар көлдіреңдесе, кейде жалама беткей кезігеді. Көбінде Қасымның бастауымен жартастардың арасымен тырмыса өріліп бұта бүрген жусандарды қармайлайды. Аяқтарына тиянақ таба алмай жанталасады. Бәлжан бір топ жусанды тартып шыға бергенде жусан жұлынып қолында қалып, тік беттен кескенін өңбектей домалап бұтаға ілініп тоқтады. Үстіндегі мақталы сар жолақ шапанның дал-дұлы шықты. Басындағы делдегей әскери қалпағы сайтағанына қарай дөңгелеп ала жөнелді. Тастілген алақандары улай ашып, қаны суша ағып, ұзап бара жатқан Қасымға ақырды. Тоқта, қанша жер қалды? Таяп қалдық, мына қара жартастың дәл төбесінде. Тамады, деді ашуланған Бәлжан. Атып тастайын ба сендей ұры қазақты? Әбден титықтаған серіктердің қарға адым жер жүруі мұң болды. Таза ашуын тырнадан алыпты дегендей Қасымды жазғырады. Қасым көздеген жеріне ілініп, жалдың басына шықты. Таныс тау, таныс орман. Бәрі де Қасымды қатты сағындырыпты. Былтырғы қалың қардан кейін бұл маңға баспағалы міне бір жылдан асыпты. Үлкен таудың теріскей қапталын көгілдір мұнар жауып, шытқылтым жел тұрды. Қасым көкірегін желге қарсы төсеп, даланың жұпар иісін құшырлана жұтты. Ойға көз тастап еді. Қалың қатпарды тау етегі құлдаған сайын ұсақ адырға айналып, сонау сары ойға дейін созылып жатыр. Өз ауды отыратын тұста көзіне бұлдырап қана көрінеді. Ол өзі кеткенде аяғын енді басып жүрген ұлын еске алды. Қызы ырысалды алдынан жүгіріп келе жатқанда елестетеді. Қасым қолға алынғалы арт жақтан бірде-бір адамға тілдесе алмаған. Неше рет әке-шешесі сүйген жары және інілері ат сабылтып келіп, бір дерегін біле алмай үміт үзіп қайтқан болатын. Қой деген бұйрық оның ойын бөліп жіберді. Міне жеттік, мылтық осы кереге жартастың үстінде, деді Қасым өр жағындағы жартастың нұсқап. Онда біздің адамдар алдымен шықсын. Шеріктер жаламаға бірінен соң бір жармасып көрді. Алайда бәрі де сәтсіздікке ұшырап, кейбір тастан ұшып жараланып қалды. Сен алдымен шық, деді.
дағдараланған Бәнжан. Онан соң мылтықты жерге таста, егер бөгде ниетің болса, табанда атып тастаймыз. Ол Қасым қашып кетпес үшін беліне тағы бір кендір арқанды шиелеп байлады да аяғынан көтерді. Қасым асып кеткен соң астындағылар оны көре алмады. Бірақ Қасым дауысын көтеріп арқанды қозғап тұрды. Мылтық бар ма? Жоқ, бірі ұрлап кетіпті. Бәнжан шерші қатып күйіп пісті. Сенбесеңдер міне мылтықтың қабы. Қасым мылтықты ораған теріғап қайыс таспаны жерге лақтырып жіберді. Бәнжан әрі-сәрі болып өзімізге тұрса қоя бермесін деген сақтықпен әскерлерде оқтаулы мылтықтарын өрге қаратып кезей қалды. Бәнжан нар тәуекелге басып, арқанды беліне байлап, жердегілер астынан көтергенше Қасым құдықтан тартқан шелектей оны жеп-жеңіл көтеріп жартасқа шыға бере, қолындағы шыныдай таспен талдырып жығып, иығындағы мылтығын жұлып алды да өзін арғы жағындағы шыңырауға қарай құлатып жіберді. Тас дегендегі «Айя» деген дауысы астыңғы жақта тұрғандардың құлағына шалынып қалды. Не болғанын біле алмай үдірескен черіктер «Зала» дегенше Қасым бір әскерді атып үлгерді. «Жумайын» деп 3 әскер тұра қашты. Қасым тағы екеуін жалманан түсіргенде қалған біреуі тастың далдасына жасырына қалды. «Шық бері, өлесің» деп Қасым жартасты жамылып айғайлайды. Айғайдан үрей ұшқан черік тағы бір тасты паналамақ болып ұмтылғанда Қасым оны да жалманнан түсірді. 5 адам қалайда бір қылмыскерге шамамыз қаптал жетеді деп топшылап, Қасымды тырып еткізбей бақылап, осы араға әкеліп еді. Тумысында мұндай қиынға жүрмеген бошалаң пенделер өлсе Қасым өлсін деп әр түрлі қастық сайлап, оны алдымен жартастың басына шығарып еді. Амал қанша? Қасымның айласы асып, өз түптеріне өзі жетті. Қасым жауды аяғанымен ертең өз нақақ шырылдап, өлімге байланады. Ол мұндай істейім деп ойлап па еді. Оған қан ішуді үйреткен жауыздардың өзі ме кім? Боздақ осылардың қолында отқа күйіп, жәнізді десеңші. Қорқақты қуа берсе басыр болады. Кешегі бейбас тірлік кешіп жатқан момын шаруа осылай егесіп үлкен ерлікке мінді. Дәл бүгін оны ешкім іздемегенімен түбі соңынан қуғын сөзіндігіне дау жоқ. Күн батты. Ол жалма-жан қару-жарақтарды жиыстырып, сай тағандағы аттарды алып, таңға жақын Нұрадағы үйіне жетті. Оның өң сүйқын ерекше асығыс қимылын көрген Нұрсия бір сойқанның болғанын сезді. Қасым көп сөзге келген жоқ. Ұлы мен кішкене қызын көкірегіне басып, құшырлана сүйіп, сарғын басты да жоғары жақта отырған үлкен үйіне қарай шаба жөнеліп бар айтқаны: мен әке-шешеме барып келгенше киім-кешекті буып-түйіп, азық-түліктерді алып ыңғайлай бер. Артта жау келеді деу болды. Шошынған Нұрсияның ұйқысы шайдай ашылды. Қасымның айтуы бойынша жалма-жан дайындыққа кірісті. Жүрегі дүрсілдеп, расында жау дүбірі таяп қалғандай сезілді оған. Шәріп шал таңғы намазға тұрғалы жатқанда кенеттен тасырлаған ат тұяғының дүбірі естілді. Ойбай-ау, елдерге саман болса екен. Мынау тұңғатып жүрген кім? Не сұмдық еді тағы? Суыққа бар әкеле жатқан біреу ме? Қасым не болды екен деп қиялы санаққа жүгірген Шәкеңнің көзі алақандай болып, басын жастықтан жұлып алды. Сөйткенше жүргінші көктебетті арсылдата келіп белдеуге түсті. Шәкең ескі күпісін жамылып, аяғын киіп жатқанда Қасым үйге кіріп келді. Әке барсыз ба? Ойбай-ау, Қасымбысың? Бармысың балам? Қасымның шешесі Кәкия жаман төсегінен домалай түсті. Құлыным-ау, тірісің бе жарығым? Апа, дауысыңызды шығармаңыз. Жау қуып келеді. Мен сіздерді әкеткелі келдім. Тек не дейді? Қаншып түрмеден қашып келген жолым бұл. Қасым болған жағдайды баяндады. Екітердің иә болмаса екі ұлымның бірі ғой. Әке, мұндай боларын тегінде менен күтпеген боларсыздар. Мен де ойламаған екем. Қорқақты қуа берсе басыр болады деген шын болды ақыры. Құлыным-ау, рас айтасың ба? Деді анасы жылап тұрып. Өлмелі кемпір шалды қайтет дейсің. Жолыңа жүк боламыз. Шал кемпір азар да безер болды. Бар қарағым бар, қайтейін. Сен кеткен соң басқа салғанды көріп алармыз. Кәрі жанымыз сенен артық па? Балам, кебенек киген келеді деген. Бердім батамды, бар қарағым. Қызыр әулие жолдас болсын, Алла жар болсын жаным. Әкесі сөздің аяғын айтуға аузы келмей, еңкілдеп жылап жіберді. Жоқ әке, өлсек бір шұңқырда, тірі болсақ бір төбеде боламыз. Тез жиналыңыздар, деді Қасым бұйырып. Бірақ
Karagım, seni kangırtıp jiberiп, özümüz neme arkadan tabamız. Erteň-ak bosqa kırılamız goý dedi Şärip. Hudaý ölgende bolmasa tiridi kaydan ayrılamız. Onanda ne görsek de birge görek, keteyik, dep Kakiye. Çeşeyi kamdan goý berişdi. Endi gana 9 yaşdan askan Hoca Akmet jaw geldi degen sözlerdi estigende özünçe abın göbüň daýyndalyp, agasy Kasımyň soňundan iki eli ayrılmadı.